Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бүгінгі менің сіздерге түсіріп отырған видеом мұғалімдерге пайдалы деп ойлаймын. Себебі біз мұғалімдер аш сағаттарда және күнделікті сағаттарда балдарды қызықтыру үшін түрлі ойындар пайдаланамыз. Мен сіздерге сол ойынды тез жасау және ең қызықты ойын жасаудың жолын көрсеткім келіп тұр. Арнайы сайт арқылы бұл сіздің уақытыңызды үнемдейді және балаларға қызықты болады, және бұл сабақта балалардың түсінген тақырыптан қайталауға, есінде сақтауға көп көмектеседі. Ендеше кеттік. Ең бірінші біз Google-дан ағылшын тіліне қойып алып, ноутбугымыздың тілін Word Wall деп жазамыз. Word Wall. Енді мына жерде бізге көптен сайттар ашылады. Ең бірінші тұрған быстрее создавайте уроки деген басамыз. Мына жерде осылай шығып тұр, бізге мына инструкциясы барлығы шығады. Инструкцияның бәрі шығады. Мына шаблондар бар. Енді бізге зарегистрировать, чтобы начать создание дейді. Енді біз регистрациямыз. Менің бұрынғы sign with Google дейді. Google-да аккаунт өзінде кіріп кетуге болады. Менің Google аккаунттан шықты. Ең біреумен мен кіре қояйын. Гүлнар деген аккаунтына кіре қояйын. Так, мына жерде осылай нелер шығады. Платный версиясы да бар, мына бесплатный версиясы. Енді мына жерде үстінде тұрғаны create activity деп тұр. Соны басамыз. Енді орысшада шығатын сияқты. Бірақ мен тауа алмай тұрмын. Мына жерде create activity дегеніміз, яғни құрастыру, ойынды құрастыру деп аталады. Енді мына жерде қарасаңыздар, бізге ойынның шаблон беріп тұр. Өте көп. Мына жердегі жанбай тұрғанда бұл платный версиясы. Егер сіз ақша төлеп сатып алсаңыз, мынаның барлығы ашылатын болады. Бізге ақша төлемей-ақ мынаның өзі де жетеді. Мына шаблондар өте қызықты. Бұл тек қана ағылшын пән емес, барлық пәнге де бара береді. Оны өзіңіздің сабағыңызда оңай қолдана аласыз. Интернет болса болды. Енді мына жерде біреуін қарап көрейік. Мысалы, матч дегеніміз шаблонды көріп тұрған сияқты, өте оңай. Біреуін жасап көрейік, біреу немесе екеуін жасап көрейік. Так, мен квиз жасайын деп тұр. Іші қандай көрсетеді? Мына квиздің енді мына жердегі атын таңдаймыз. Так, мен спорт деп қоя салайын. Енді әркім өз пәніне байланысты қояды. Енді мына жерде не жасаймыз? Фото алуға болады мына жерде. Және мына жерде фото қоюға болады. Сосын дұрыс жауапты белгілеп кетеміз қазір. Мына жерде фото алу үшін жерге мен жазамын. Бастым. Енді мына жерге спорт жазып көрейік, қандай сурет шығады екен. Міне. Спорттан бір мынаны ала салайық. Міне түрі бар. Осыны басасыз, ашылып өз орнына түсетін болады қазір. Енді спорт мына жерге түсті. Question қоямыз. What sport is it? What sport is it деп алайық. Және мына жерде суреттер аламыз. Мысалы, футболды алайық. Интернет басамыз. Мына біздегі шығарып берді. Футболды алайық. Өстіп, фото көп шығарады. Мына жерге футболды жазайық. Мына жерде дұрыс жауап берсек, біз оны бүйтіп дұрыс жауап қоймыз. Бассаңыздар, егер дұрыс жауап емес болса, X тұра береді. Үстін бассаңыздар, бізде дұрыс жауап болса, бізде мындай галочка қоямыз. Келесі бейсбол деп көрейік. Бейсбол деп тұр, міне. Суретте өте әдемі. Мына жерге теннис деп жазып көрейік. Ол бізде, яғни қате жауап. Үшіншінде бізде волейбол жазайық. Мына бізде волейбол. Деген суретті аламыз. Және қасына біз баскетбол жазамыз.
бізге квизге мына жерде не беріпті, 6 сұрақ беріпті. Жерге қосуға question деп тұрамыз, сұрақ қоюға тағы мына вот спорт визиттен тағы мына бассаңыздар екінші сұрақ, үшінші сұрақты төмен қарай кете береді. Так, енді мына жерге қандай сұрақты selling де істеп көрейік. Так, selling. Waterpolo деп жазайық. Waterpolo. Так, енді бізде ride a horse деп тұр. Так, бұл да спорттың түрлері. Бұны жазайық. Алынбайды қазір. Алынды. Так, мынаға біздер rider bike деп жазайық. Қате жауап болады. Rider bike. Так, енді соңында бір спортты қарайық. Так, бізде қандай? Боксинг лайықты. Боксинг. Енді қасында rectum деп жазайық. Бізде бұл қате жауап болады. Яғни енді done деп басамыз. Мына жердегі add a question дегеніміз мына бірінші сұрақ қойдым ғой. Тағы бассаңыздар екінші сұрақ, үшінші сұрақ деп кете береді. Енді мына жерге done деп басамыз. Енді бізге осындай ойын шығарып жатыр. Енді біз мұқият қарап, мына астындағы шаблоны да, мына астындағы шаблоны барлығын пайдалануға болады. Мына үстінен басасыз, осындай жасайсыздар, болды. Енді біздің спорт деген тақырыпқа істеп берді. Митиге барып, осындай алып, интернет болса, осыны аламыз да, өйтіп балдарға көрсете қоямыз. Мысалы, what sport is it дейді. Бізде қандай спорт, мысалы. Осылай істеу керек, примерно істедім. Так, мысалы, мынаны істеп көретін болсақ. Өте оңай, барлығы көрініп тұр, қандай ойын істеу болатынын шаблонмен жасай қойсыздар тек қана. Бізде таймерді қоюға болады, қазір шықсын. Так, бізде таймер лейвістен 3 мына жизнь дейді ғой. Попытка, попытка. Difficulty дегеніміз орташа. Так, difficulty дегеніміз қиындау ойынның. Count up, count down деп береді. Төмен қарайсың. 3, 2, 1 деп санасында, или 1, 2, 3 деп санауға болады, немесе 0-дан ешқай санауға болады. 5 деп тұр. Так, show answers. Ең соңында бізге жауабын көрсетеді. Мына жерге, мысалы, балдардың аттарын жазып болады. Жандос, Сәбит деген сияқты. Класста 10 балалар бар, 15 соның аттарын жазып қоюға болады. Сол бойынша балалар ұпай жинайды. Так, мына екінші түрмен. Екінші түрмен істеп көрді. Жүргенде. Өстіп, балар айту керек. Осы бойынша барып балды бүйтіп айтады. Мына қарасаңыздар жанында тұр. Осы бір ойынды жасап, мынаны бүйтіп қасында шаблон бойынша show all деген барлығын көрсетеді. Жаңа мынау жасап көрдік, мынау жасап көрдік. Енді мынаумен қарайық. Енді бізге үшінші немен жасап көрді. Бұнда қандай екен? Енді біз мынаны дұрыстап қоюымыз керек. Мына. Мына. Perfect дейді, яғни 16 ұпай. Мына, осындай түрі бар. Көрдіңіздер, мына. Өте оңай, яғни біз бұл сайт жоқ дейміз, осы киесуін ашқанда мына жерде тұрады. Біздің құрған неміз міне тұр. My activities деп тұрады. Осыны басасыздар. Жаңаға сіздің ойын ашылады болды. Мына My activities жаңа жасаған ойыныңыздың аты. Мына опцияның де осы сайттың кіресіздер, осы почтамен кіріп істесеңіздер. Мына жерде My activities дегеніміз, яғни мен жасаған жұмыстарым. Жерде ештеңе жоқ.
мына менің аты Wordle. Енді бұл тек ағылшын пәні емес, барлық пәнге барады. Барлық пәнден осылай қарапайым жаттығуды осыған салып жасаңыздар, балдарға қызықты және балдар қызығып бір бірімен жарысып сөйтіп қатысады. Сіздерге контент бүгінгі видеом пайдалы деп ойлаймын. Егер бір пайдалы ақпарат алсаңыз, лайк басып достарыңызға таратуға болады. Барлықтарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.